Кайырлы күн, құрметті ата-аналар. Мен апамыз Бекжай бақшасының педагог психолог маманы Фатима Мейрамбек қызы боламын. Сіздерге үй жағдайында үйдегі бар заттармен ойналатын ойын түрлерін ұсынбақшымын. Яғни мына жерде жұмыртқаның қалдығынан жасалған түрлі түсті логикалық түстер деген ойын. Бұл жерде міне қорапшаны бояп және түрлі түсті моншақтарға сәйкес бала дұрыс орналастырып табу қажет. Одан кейінгі ойынымыз түрлі түсті құтылар, яғни кез келген үйдегі осындай қалдық құты, қалдық заттарды алып аласыздар, карточка жасап алып, сол карточкадегі сурет бойынша түстерді дұрыс орналастыру қажет. Ысқыштарды да пайдаланып салса болады. Мына жерде сиқырлы саусақтар, немесе сиқырлы алақан ойыны деп алсақ та болады. Ата-аналар үйден кез келген қалдық маталардан, тетралардан осылай екі алақан жасап алып, саусақтар арқылы екі қолмен жұмыс жасалады. Яғни баланың екі жақты ми бөлігі жақсы дамып, әрі ұсақ моторикасы дамиды, түстерді танып ажыратады. Балаға өте қызықты ойын. Яғни бас бармағын, баланың үйрегін тану арқылы баланы қызықтырып, біз солай ойынға деген қызығушылығын арттырамыз. Ойынымызды бастамас бұрын біз бүгін көңіл күйімізді біліп алайық. Айдамер, қане, мына жерде көңіл күй айнасы. Сенің бүгінгі көңіл күйің қандай? Айдамер? Керемет! Қане, керемет тамаша көңіл күйді көрсетші. Ой, жарайсың. Қане, өзің қарап көрші айнаға. Өзіңнің көңіл күйіңді. Ой, жарайсың, тамаша. Кән, бестен кел. Ой, жарайсың. Жарайсың, Айдамир. Бестен кел. Бүгінгі ойынға сен өте жақсы қатыстың. Мен саған шардан жасалған күшікті сыйға беремін.